Мен Үштөбе Тірек мектебінің 9-шы Ә сынып оқушысы Жұматова Амина. Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай шығармалары туралы. Мұқағали Мақатаев туған жерінің суретін бейнелеуде өзіндік өрнек таныта, өзгеше поэтикалық әлем аша жырлайды. Табиғат аясында туып өскен әрбір ақынның сол тақырыпқа қалам тартпауы мүмкін емес. Туған жерді, оның әсем табиғатын бейнелеу әрбір ақынның перзенттік парызы. Қазақ даласының табиғатын Мұқағали пәк, таза күйінде көргісі келеді. Бірде ол даланы басқан жасыл шөптер мен асқар тау, балдай тәтті сулар көрсе, енді бірде сол далада туып өскен кеңбұлақты ғасырлардан оралған көштерге теңейді. Кейде сары белін сәулелі лағылға теңесе, енді бірде соққан самалынан таңдайына қымыздың дәмі келгендей. Аян ғой аумағыңның сыры маған, сөйлейсің сен ұлы далам. Мен сенің көкке ұшырған бозторғайын, шырылдап жерге қонбай тұрып алам. Жаралған жан емеспін басып өтен, туған жер топырағынды басып өтем. Кеудемде қатып қалған бірдене бар, кім білсін туған жердің тасы мекен. Ақынның ойы да сезімі де еркін, нәзік, мұңды көңіл күйлері аралас жүреді. Ақын ағынан жарыла шынын айтады. Сезім мөлдірлігін, үлкен шеберлікті суреттейтін шығармалар ақында мол. Қадыр Мырзалиев, сөзтан туралы сөз. Әдебиет пен жас талапкер екеуі теңіз бен бұлақ сияқты. Олай болатыны шалқар теңіз өмір, шалқар теңіз тақырып десек, жас талапкер сол бал бұлақтай. Жер бетін тереңнен түрткілеп, оның құрсағын жарып шыққан бал бұлақ әуелі әлсіз із салады. Сылдырап ілгері ағады. Кейін су жинап, көзін кең ашып молаяды да үлкен арна тартады. Сонымен, жас талапкер жазушыға, драмашыға, сыншыға, ақынға айналу үшін не істеуі керек? Бірінші, жоғарыдағы қыран қанат қағысынан, бұлақ бітімінен көріп отырғанымыздай, жас талапкерге ең алдымен анық балапан қыран, бұлақ бола білу, яғни талант керек. Екінші, жас талапкер сөз зергеріне айналу үшін тек талантты болу жеткіліксіз. Оған қыранның қайтпас қанат қағысы, дарияның ағысы керек. Олар білім, еңбек, іздену, тәжірибе жинау, өмір бойы оқу, үйрену, шеберлік ұштау, жетілдіру, дамыту. Үшінші, тіл, дәлдік және қысқа жазу. Шеберлік құрлығы осынау үш күйттің үстінде тұр. Ал мұның бәрі байтақ сөз өнері сөзтанның қиын да ғажайып болмыс бітімі. Биік те тенер сөз өнері елінің, қарымды да қажырлы қайраткерлерінің туу тұлғалану тұрпат табиғаты. Айтекенің тапқырлығы. Айтекенің әкесі Байбек пен Қосуақ би көрші тұрған екен. Бір күні Қосуақ биге бірнеше билер мен даушылар келіп түседі. Олар бір-бірінен алған барымтаның есебіне жете алмай, баяғыда сүйектері қурап қалған аталарының арасында жүрген лақтарына дейін түгендеп, әркім аржаққа тартып, жуық манда бәтуаға келе алмай қояды. Тіпті әрі-беріден соң өздері жүгінісуге келген Қосуақ бидің де сөзін тыңдамай дуылдасып жатады. Осы кездегі етегі түрулі киіз үйдің іргесінде, көлеңкеде, хан талапай ойнап отырған баланың бірі. Би біреу, қалғаны тіреу болу керек деп қоймайды. Бұлай қарасаң, өздерімен өздері ойнап отырған секілді. Бірақ әлгі баланың жанағы сөзін қайталай бергенін естіген билердің бірі. «Әй, мына бала не айтып отыр, тыңдандаршы» дейді. Баланың сөзін бәрін естиді. Сонда бірінші естіген кісі: «Әй, балақай, мына сөзіңді кімге айтып отырсың?» «Керекті кісіне айтып отырмын» деді де, ойнап отырған асығын тастай салып кете барыпты әлгі бала. Жиналғандар баланың аузына құдай салған шығар. Сіз не айтсаңыз да біз сізге көндік деп, Қосуақ бидің дегеніне келісуге бәтуаласады.